Тақырыпқа дұздық. Нұрлан Қоянбаев ауылда бақша егіп жүр. Шалыс естіген жоқсыз расымен Нұрлан Қоянбаев. Бірақ біздің бүгінгі кейіпкеріміз шоу-бизнесте емес, қолына кетпен ұстап ырзық несібесін жерден жинаған шаруа. Актердің аттасы Қазалы ауданына қарасты Абай ауылында тұрады. Тынбай тірлік етіп, табысқа кенеліп отырған еңбек адамы туралы келесі сюжетте. Қазалық диқандар биыл 2140 гектар жерге бақша дақылдарын екті. Оның 122 гектары Абай ауылына тиесілі. Ала жаздай атыз жағалап еңбек еткен шаруалар бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отыр. Міне, еңбектің нәтижесі осы. Ақ егісіміз бар, жоңышқамыз бар, бақшалығымыз бар. Негізгі дақылымыз күріш. Биыл 6450 гектарға ектік. Қазір шығымы жаман емес, судың тапшылығына байланысты қазір енді әртараптардың бағытына көңіл бөлініп жатыр. Дегенмен біздің ауданымызда үлкен шаруашылық, ырза шаруашылығы 83 гектар жерге осы жаңбырлатып суару арқылы жүгері егілді, яғни ол мал азық дақыл дайындап жатыр. Бұдан бөлек біздің жерлесіміз қазір соңғы кезде грант алып, біреуі Мұратбаев ауылынан, біреуі біздің мынау Бозкөл ауылынан тамшылатып суару технологиясын енгізді. Өткен жылы 2 гектар жерде 1 гектар жерін толық игеріп шықты. Қарбыз екті, қауын екті, биылда шығымы жаман емес. Тіршілік нәрінің тапшылығы өңірдегі ең өзекті мәселенің бірі. Сондықтан шаруалар су үнемдеу технологиясын кеңінен қолдану жағын ойластырып жатыр. Әкімі Жолтаев, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.